Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен біз энергияның сақталу заңы, сонымен қатар пайдалы әрекет коэффициенті пәк тақырыбын өтеміз, түсіндіреміз. Құдай қаласа, алдыңғы сабақтарда сіздермен біз энергияны өткен болатынбыз. Яғни энергияның неше түрі бар деген тақырыпты толығымен егжей-тегжейлі талдадық, есептерін шығарған болатынбыз. Енді энергияның екі түрі бар, ол кинетикалық энергия және потенциалдық энергия. Енді энергияның сақталу заңы. Бізде жаңа бір ұғым шығады, толық энергия деген. Толық энергия дегеніміз не ол? Ол кинетикалық энергияның және потенциалдық энергияның қосындысы бізде толық энергия деп айтылады, и ол әрқашан тұрақты, константа, яғни өзгермейді. Мысалы, толық энергия бізде 800-ге тең. Ол деген сөз, мысалы, бізде потенциалдық кинетикалық энергия бар болса, екеуі де 400-400-ден деген сөз емес. Екеуінің қосындысы 400. Мысалы, бізде кинетикалық энергия 600 болса, потенциалдық 200. Уақыт келе кинетикалық энергия азаятын болса, мысалы 100 болатын болса, потенциалдық энергия 700 деген сөз. Кинетикалық энергия 0-ге тең болатын болса, потенциалдық энергия 800-ге тең болады. Яғни, уақыт өте келе кинетикалық энергия мен потенциалдық энергиялары өзгеретін болса, бірақ олардың қосындысы өзгермейді деген сөз. Яғни әрқашан тұрақты. Бастапқы мәні неше болған болса, толық энергияның уақыт өткен сайын кинетикалық энергия мен потенциалдық энергия өзгергенімен бізде толық энергия өзгермейді. Енді энергияның сақталу заңы. Тек қана тартылыс және серпімділік күштері арқылы өзара әрекеттесетін денелер жүйесінің толық механикалық энергиясы тұрақты болады. Бұл факт механикалық энергияның сақталу заңы деп аталады. Яғни анықтамасы осындай. Мысал ретінде қарастырайық. Қараңыздар. Міне, мынау адам бастапқыда мынандай акробаттық әрекет жасап жатыр. Яғни орнынан тұрып, секіріп, айналып, қайтадан төмен қарай сүйіндеп жатыр. Енді, мысалы, жалпы мынау бізде не деп айтайық? Жердің деңгейі деп айтайық, яғни H биіктік 0-ге тең кезең деп айтайық. Егер мына жер H биіктік 0-ге тең деп алатын болсақ, бұл жерде бізде H 0-ге тең болатын болса, потенциалдық энергия 0-ге тең. Яғни бұл жерде тек кинетикалық энергия бар. Енді бұл дене жоғары қарай секірген кезде барған сайын биіктік артып жатыр, яғни H артып жатыр, бірақ жылдамдық төмендей бастайды. Мына жерде жылдамдық максимум, бұл жерде V максимум, мына жерде V минимум. V минимум болған кезде H максимум болады. Ал мына жерде H минимум болады. Сол себепті екеуінің тең болатын кезең биіктіктің тең ортасы. Яғни бұл жерде толық энергия, мысалы бізде 800 болатын болса, кинетикасы 400, потенциалы 400 болады. Ал мына жерде ең жоғары биіктікте бізде толық энергия, потенциалдық энергия тең. Яғни 800 джоуль болса, мысалы деп айтайық, ол кезде потенциалдық энергияда 800 болады. Енді мына жерде бастапқы кезде H минимум болған кезде бізде V максимум болатын болса, бұл жерде 800 джоуліміз бұл кинетикалық энергияға сәйкес келеді. Енді энергияның сақталу заңы ненісімен қиын. Білімгерлер бұл есепті, бұл тақырыптың есептерін шығарып жатқан кезде көбінесе бұл энергияның сақталу заңының есебі екенін түсінбей қалуы мүмкін. Себебі энергияның сақталу заңы сіздер формуласын түсінгендей, ол кинетикалық энергия плюс потенциалдық энергия тең E толық болды. И біз айтып жатырмыз жаңа, потенциалдық энергия 0-ге тең болған кезде толық энергия кинетикаға тең болады деп. Сонда қарасаңыз, толық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2 болып кетеді. Кинетикалық энергия 0-ге тең болған кезде потенциалдық энергия кинетикалық энергияға тең, толық энергияға тең болады деп жатырмыз. Ол кезде толық энергияны mgh-пен шығарып қалуыңыз мүмкін. Қарасаңыз, барлығы сол энергияның формулалары mv квадрат бөлінген 2, mgh, kx квадрат бөлінген 2 деген сияқты формулалармен шығады. Бірақ
бұл энергияның сақталу заңы болғаны үшін белгілі бір кезеңдерде толығымен энергияның формуласын пайдаланып шығара салған қате болады. Мысалы ретінде мына есепті қарастырайық, қараңыздар. Бастапқы кинетикалық энергиясы 49 жол, массасы 0,25 кг, допты вертикал жоғары лақтырылғанда кинетикалық және потенциялық энергиялардың теңесетін биіктігін табыңыз. Қараңыз, биіктікті табу керек. Мысалы, джоуль ғой дейміз да, аламыз. Мысалы, бұл қате болуы мүмкін, қандай қателік жіберуі мүмкін, соны қарастырайық. Мысалы, сіз ойлауыңыз мүмкін, кинетикалық энергия тең потенциялық энергия. Сөйтесіз дағы, сіз мынау джоуль тең mgh дейсіз. Сізге беріп қойған, мынау 49 деп қойған. Масса берілген, G берілген, H-ты табу керек. Сөйтесіз дағы, сіз 49 бөлінген 5 дейсіз. Ол не болады? 19,2 болады. Дұрыс па? Жоқ. 9,2. Кешірім сұраймын. 9,2. Енді 9,4 па. 49-ды 5-ке бөлсек 9,8 екен. Кешірім сұраймын, достар. 9,8, иә, дұрыс. Енді қараңыздар. Енді қарасаңыздар, осында қателік кетіп қалуы мүмкін. Вроде бы биіктікті тап деді, джоуль берілген осылай. Жоқ, достар, бұл жерде қараңыздар. Бастапқы кинетикалық энергиясы 49 жол, массасы 0,25, допты вертикал жоғары. Бұл жерде міндетті түрде есепті толығымен түсіну үшін бізге суретін салу керек. Міне, бір H биіктікке лақтырдық. Бұл максимум бір биіктікке көтеріледі. Бұл максимал биіктік, біз H максимал дейміз. Бұл жерде, мына жерде кинетикалық энергия максимум болса, мына жерде потенциялық энергия максимум болады. Енді бізге потенциялық энергия максимум мәні неше деп тұрған жоқ. Егер десе, ол оңай болатын еді. Кинетикалық энергия бастапқыда қанша болса, мына жерде потенциялық энергия да дәл сондай болады. Себебі кинетикалық энергия толығымен потенциалға айналып кететін еді. Енді қараңыз, екеуі тең болатын кезең, яғни мына жерде неше болады дейді. Сонда қараңыз, міне, біз кинетикалық энергия толығымен потенциалға айналған кезде H-ты таптық, 9,8 ол максимал H. H максимум біздің жағдайда 9,8. Осы жерде бізде потенциалдық энергия максимум болады, ал кинетика минимум болады. Ал екеуінің теңесетін кезеңі, ол тең ортасы, яғни 9,8-дің жартысында екеуі теңеседі. Ал бұның жартысы 4,9 метр. 4,9 метр. Міне. 10 метр. Бұл жерде энергия сақталу энергия өзгермейді, бастапқы есептің шарты бойынша тең олай болса, энергия теңесетін биіктік. Кинетикалық және потенциялық энергия теңесетін биіктік. Мына жерде былай сұраған екен, кинетикалық энергияның толығымен потенциалға айналуын сұраған екен. Ал бұл, егер толығымен айналу сұраса, бізде 9,8. Ал негізі теңесетін биіктікті сұрап жатыр. Ал теңесетін биіктік бұл екеуінің тең ортасында, яғни осы жерде, сол үшін мына 10 болмайды, бұл екеуінің жартысы 5 болады. 5 болады, яғни. Мына жерде есепте қате кетіп болған. Енді келесі тағы бір есепте қарастырайық. Мысалы, қараңыздар, массасы 2 кг тас вертикал жоғары лақтырылған, оның бастапқы кинетикалық энергиясы 400 жол болса, 15 метр биіктікте жылдамдығын табыңыз. Енді қалай жасаймыз? Бізде есепті былай құрып алайық. Ең басында бізде кинетикалық энергия бар еді. 15 метр биіктікке көтерілген кезде оның кинетикалық энергиясы бар и плюс потенциалдық энергиясы бар. Не үшін бұлай жаздым? Бізде формула Е толық тең Е кинетика плюс Е потенциал еді ғой. Себебі толық энергиямыз ең басында тек кинетикалық энергияға тең еді ғой. Массасы оның бастапқы кинетикалық энергиясы, яғни
дене жерде тұрған кезде ода тек кинетикалық энергия бар. Сол үшін Е толықтың орнына Е кинетика жаздым. Енді сонда бізде былай жазсақ болады. Қараңыздар. Е толықтың орнына бізде 400 джоуль тең потенциалдық энергиямыз 15, МЖH қой. Көбейтеміз 30 и 300 болады. Қараңыз. 300. Қалғаны Е кинетика. Яғни Е кинетикамыз 100 екен. Жылдамдықты табыңыз дейді. Вот тең 2 Е кинетика бөлінген М түбір Енді масса мен масса қысқарады, 100 түбірден 10 метр секунд шығады. Жауабымызға сәйкес келеді. Барлығы керемет. Жақсы. Келесі біздің тақырыбымыз бұл пайдалы әсер коэффициенті, пәк. Яғни дененің жасап жатқан жұмысының немесе қуатының қаншасы бізге пайдалы екендігін көрсететін физикалық шама. Бір заттың бізге неше пайыз бұның пайдасы тиіп жатқанын анықтау. Бір жұмыстың қаншауы, ол жұмыс 100% атқарылды, оның неше пайызы бізге пайдасын тигізді, соны анықтайтын физикалық шама пайдалы әрекет коэффициенті, я болмаса пайдалы әсер коэффициенті дейді. Пәк бізде тетта әрпімен белгіленеді. Негізгі формуласы n пайдалы бөлінген n толыққа көбейтілген 100%. Сонымен қатар А пайдалы бөлінген А толық көбейтілген 100% деп анықтасақ болады. Енді құрметті достар, ары қарай жалғастырайық. Назарларыңызға ұсынғандай шамалар, бірдей шамаларды бір-біріне қатынасын алып 100%-ға көбейтеміз екен. Бұл деген сөз пайдалы әсер коэффициенті өлшем бірліксіз шама. Не үшін? Қараңыз. Джоуль бөлінген джоуль қысқарады. Көбейтеміз 100%-ға. Яғни бір сан қалады, санды 100%-ға көбейтеміз, жауабымыз пайызбен шығады. Ал 100%-ға көбейтпесек, тек бір сан ғана шыға салуы мүмкін. Мына жерде де ватт бөлінген ватт көбейтілген 100%, бұл да өлшем бірліксіз шама. Мысалы, 5 килоджоуль толық жұмыс жасаған кезде пәк 75 қондырғының пайдалы жұмысын табыңыз. Пәк тең А пайдалы бөлінген А толыққа. А пайдалы, мына жерде 100% бар еще. Мен есептерді бұлай жасаймын. Пәк берілсе, сразу 100%-ға бөліп алам. Яғни пәктің жауабын 0,75 деп алам да. Мына 100-ді сразу бөліп неға өткізем. Енді А пайдалын табу үшін А толыққа көбейту керек. А пайдалы табу үшін А толығымыз 5000. Көбейтеміз 0,75-ке. 0,75-ті біз 3 бөлінген 4 дей салайық. Сонда 15 бөлінген 4 3-те 75. Оның 3750. 3750 джоуль деп алсақ болады. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Осымен бүгін сіздермен біз энергияның сақталу заңын, пайдалы